Сәлеметсіңдер ме балалар? Көңіл күйлерің қалай? Бүгінгі математика сабағының тақырыбы үш таңбалы сандарды қосу және азайту, жергілікті жердің бедері және өсімдіктер әлемі. Бүгінгі сабақта білетініміз мыңға дейінгі қосу, мыңға дейінгі азайту және үш таңбалы сандарды баған түрінде қосу және азайту алгоритмдері. Біз Қазақстанның жер бедерімен бұрыннан таныспыз. Қазақстанда балалар, егер жер бетінен 200 метр биіктік болатын болса, ондай жерлер таулар деп аталады екен. Қазақстанда аласа және биік таулар өте көп. Соның ішінде аласа тауларға жататын бірінші суреттегі Мұғалжар таулары екен. Мұғалжар таулары Ақтөбе облысында орналасқан. Ал екінші суреттегі Маңғыстау таулары екен. Енді әрбір сандарға назар аударайық. Неше жүздік бар дейді? 200 санында 200-дік бар. Мың санында 1 мыңдық 0 жүздік бар. 657 санында 6 жүздік бар. 555 санында 5 жүздік бар. Мына жерде сандар кему ретімен жазылған. Есептеудің қалай орындалғанына қара дейді. Яғни 273-ке 727-ні қосайық. Алдымен бірліктердің астына бірлікті, ондықтың астына ондықты, жүздіктің астына жүздікті жазып аламыз. 3 бірлікке 7 бірлікті қосамын, 10 шығады, 0-ін жазамын, 1-ін еске сақтаймын. Одан соң 7 ондыққа 2 ондықты қосамын, 9 ойдағы 1 ондықты қосамыз, 10 болады, тағыдан 0-ін жазып, 1-ін еске сақтаймыз. 200-дікке 700-дікті қосамыз, 9 ойдағы мен 10, яғни 1000 саны шығады екен. 273-ке 727-ні қосқанда 1000 саны. Енді қосуды азайтумен тексереміз. Ол үшін 1000-нан 727-ні азайтамыз. 0 бірліктен 7 бірлік еш уақытта алынбайды. Ол үшін 1000 санын ұсақтаймыз. Яғни 900-дік 9 ондық және 10 бірлік деп аламыз. 10-нан 7-ні азайтамыз. 3, 9-дан 2-ні азайтамыз. 7 ондық. 900-діктен 700-дікті азайтамыз, 200-дік. Яғни 1000-нан 727-ні азайтқанда 273 шығады екен. Кесте бойынша өрнектер құрып, олардың мәнін тап дейді. Яғни бірінші қосылғыш 70 пен 30, екінші қосылғыш 60. Оны мынадай қылып жазсақ ешқандай қателеспейміз. Ал екінші өрнек бойынша 200 пен 200 бірінші қосылғыш, және 360 пен 80-нің айырмасы ол екінші қосылғыш. Яғни осылай етіп жазамыз. Үшінші баған бойынша бірінші қосылғыш 192 мен 6-ның айырмасы, оған 250-ді қосамыз. Осылайша сабақты паузаға қойып, осы өрнектердің мәнін табамыз. Қазақстанда балалар өзендермен қоса көлдер де көп. Мынау тұрған Балқаш көлінің суреті. Балқаш өте үлкен көл. Оның үлкендігі сондай 3 облыстың территориясында жатыр. Ғалымдар осы Балқаш көлінің тереңдігін және көлдің түбін зерттемек болып, ең бірінші күні 276 метр жерін зерттеді. Екінші күні белгісіз, бірақ бірінші күнгіден 185 метр артық зерттеді. 2 күнде қанша метр жерді зерттеді? Ол үшін бірінші белгісізді тауып аламыз. 276-ға 185-ті қосып, екінші күнгісін тауып аламыз. Екінші күні 461 метр зерттепті. Және бірінші күн мен екінші күнді қосамыз. 276-ға 461-ді қосқан кезде 730 метр зерттеді. Яғни жауабы олар 2 күнде 737 метр жерді зерттепті. Мына тапсырма балалар, яғни көбейту мен бөлу амалына берілген. 4-ті 5-ке көбейткенде 20 шығады. 3-ті 5-пен көбейткенде 15 шығады, яғни белгісіз сандарды табу. Мына жерге назар аударайық. 24-ті 4-ке бөлсек 6 шығады, ал мына жердегі жоқ санды табу үшін керісінше амал орындаймыз. 8-ді 4-ке көбейтсек 32, жасырынған сан 32. Мына жерге назар аударатын болсақ, 5-ті 2-ге көбейтіп, жоқ сан 10 екен. Ал мына жердегі санды табу үшін 14-ті 2-ге бөлеміз. Сол кезде 7 шығады. 7 көбейтілген 2 тең 14. Яғни көбейту мен бөлу өзара кері амалдар екенін білеміз. Сандарды оқы, разрядты қосылғыштардың қосындысы түрінде жаз дейді. 896 тең 800 қосылған 90 қосылған 6.
968-ді жазатын болсақ, 900 қосылған 60 қосылған 8 деп жазамыз. 305-ті жазу үшін 300 қосылған 5 деп жазуымызға болады. Ал 523-ті жазу үшін 500 қосылған 20 қосылған 3 деп жазсақ, яғни еш қателеспейміз. Есептеудің қалай орындалғанына қарап, назар аударайық қанекей. 757-ге 243-ті қосқан, 7 бірлікке 3 бірлікті қосамыз 10, 0-ын жазамыз, 1-ін ойға сақтаймыз, 1 ондықты. 5-ке 4-ті қосамыз 9, ойдағы 1 ондықты қосамыз 10, 0-ын жазамыз, 1 ондықты мына жаққа еске сақтаймыз, 1 жүздікті. 700-ке 200-ті қосамыз 9, ойдағыны қоссақ 10. Яғни 757-ге 243-ті қоссақ 1000 саны шығады екен. Ал 1000-нан 243-ті азайту үшін 0-ден 3 азайтылмайды балалар. Сондықтан мына жақтан ұсақтап әкелеміз. Яғни қарызға аламыз. 9 жүздік, 9 ондық, 10 бірлік болады. 10-нан 3-ті азайтамыз 7, 9-дан 4-ті азайтамыз 5, 9-дан 2-ні азайтамыз 7. Яғни 1000-нан 243-ті азайтқанда 757 болады екен. Сандар қатарының орналасу заңдылығын тауып, оларды жалғастыр, келесі 3 санды ата дейді. Балалар, келесі сандарды білу үшін белгілі бір заңдылықтарды білу керек. Мұна жерде 254, 250, 246, яғни сандар 4-ке азайып келе жатыр. 999, 888, 777. Келесі сан қандай болады? Яғни 111-ге азайып келе жатыр. 666 деген сан шығады екен. Келесі санды өздерің табалады деп сенемін. 500, 450, 400. Бұл жерде сандар 50-ге азайып келе жатыр. Яғни келесі сан 350 әрі қарай кете береді. Қандай да бір келесі сан белгілі бір арифметикалық амалды орындау арқылы шығады екен. Біздің Қазақстанда ағаштың түр-түрі өседі. Яғни саябақта 230 терек ағашы, ал қара ағаш белгісіз 125-ке артық дейді. Барлығы қанша ағаш дейді. Ол үшін мына бірінші белгісізді тауып аламыз, қара ағашты. Артық десе қосу амалын пайдаланамыз. 230-ға 125-ті қосамыз. Сонда 355 шығады. Енді қара ағаштың санына теректі қосамыз. Сол кезде барлық ағаш 585-ке тең екен. Яғни бұл екі белгісізден құралған, екі амалды есеп. Ал алдымен есік алдындағы учаскеге таңқурайдың 132 түбі отырғызылыпты. Қарақат болса, таңқурайға қарағанда белгісіз 50-ге кем екен. Ал қарлыған қарақатқа қарағанда 54-ке артық. Ол үшін ең бірінші белгісізді қарақатты тауып аламыз. Яғни таңқурайдан қарақатты азайтамыз. 132-ден 50-ді азайтқан кезде 82 шығады екен. Бұл қарақаттың саны біздегі. Енді қарлыған 54-ке артық деп еді ғой. Артық десе қосамыз. 82 қосу 54 тең 136. Бұл қарлығанның саны. Жауабы қарлыған 54 136 түп отырғызылған екен. Мына жердегі тапсырма құрылыс алаңы деп аталады. Яғни, мына 6, 4, 8, 3 таңбалы саны арқылы ең үлкен 3 таңбалы санды жазу керек 864, ал ең кіші 3 таңбалы сан 468. Мына жерде соның айырмасы берілген. 864-тен 468 азайтқанда 396 шығады екен. Ал 9, 5, 7 сандар арқылы ең үлкен 3 таңбалы сан 975 жазылады. Ал ең кіші 3 таңбалы сан 579. Мына жерде 975-тен 579-ды азайтқанда шыққан сан, яғни айырмасы жазулы тұр. Бүгінгі сабақта біз сонымен өсімдіктер әлемімен таныстық. 3 таңбалы сандарды бағанмен қосу және азайтумен таныстық. Көп таңбалы сандардың модельдері, разрядтары мен кластары, сандар тізбегі мен заңдылықтарын білдік. Үйде оқулықтың 30-шы бетіндегі 7-ші және 33-ші беттегі 8-ші тапсырманы өздерің орындай аласыңдар. Және сабаққа қосымша ретінде мынандай сілтемелерді қалдырдым.
балалар, сабақтан бос уақытта өзіміздің білімімізді көтеру үшін осы сілтемелерді пайдаланып көруімізге болады. Қош сау болыңдар балалар. Келесі жүздескенше.